Енесі алиментке бермеуді сұрады. Алиментке беру менің бетіме көпшілік алдында түкіргенмен бірдей, деді ол. Арай, сен мені бүкіл ұжым алдында масқара етесің ғой. Арай күйеуінің соңғы жейдесін ұқыптап чемоданға салып, сыдырмасын жапты да тік тұрды. 36 жаста 2 баласы бар. 10 жылдық некесі енді 2 чемодан мен бір жол сөмкесіне сыйып қалғандай. Ол айқай-шу шығарған жоқ, ыдыс-аяқ сындырған жоқ. Кеше кешкі ас үстінде Арғынға жай ғана тамақ ұсынып отырып, ертең сотқа баратынын айтқан еді. Бірден 2 арыз апарады, ажырасу және алиментке. Жұмыстан 2 рет сұранбас үшін, Арғын үшін алимент деген сөз жын шақырғандай әсер етті. Өңі қашып тамағына қақалып күн батқан жаққа қашып кетті. Дәлірек айтқанда анасының үйіне, ал бүгін сотқа барар күннің қарсаңында Арайдың пәтерінің алдында келіссөз делегациясы тұрды. Арғын жалғыз келмеген. Ол қолдау ретінде анасын Маринаны ертіп келген. Марина табалдырықтан аттағанда өзін қатаң режимдегі колонияға гуманитарлық көмекпен келгендей ұстады. Ерні түйілген, жүзі қайғылы, бірақ ішінде бір менмендік байқалады. Арай оларды үнсіз ас үйге бастап барып, шәйнекті қойды. Ешқандай артық рәсім жоқ. Қарапайым шыны кружкалар, пакеттегі шай. Ауа кернеуден дірілдеп тұрғандай, Марина үстел басына жайғасып, етегін түзегендей болып, сөзін алыстан бастады. Даусы жұмсақ шыққанымен, ішінде дау басталар алдындағы ерекше діріл бар еді. Арай қызым, біз әрқашан мәдениетті отбасы болдық қой. Бұл не деген шектен шығу? Ажырасу өмірде болатын нәрсе, мінездерің жараспаған шығар. Бірақ неге үйдегі әңгімені сыртқа шығарасың, неге мемлекетті араластырасың? Арай ас үй шкафына сүйеніп, қолын кеудесіне айқастырды. Мемлекет. Заң солай құрылған. Балалар күн сайын тамақ ішеді, ал оған 2 ата-ана да төлеуі тиіс. Арғын шыдай алмады. Орнынан атып тұрып, футболкасының жағасын нервпен тартқылады. Мен көмектесемін дедім ғой, мен не, жертөледе тығылып жүретін алимент төлемейтін біреу ме? Неге мені масқаралайсың? Атқару қағазы дейсің бе, оның не екенін түсінесің бе өзі? Ол тар ас үйдің ішінде ары-бері жүріп қолын сермелеп кетті. Біздің бухгалтерияда Зинаида Вениаминовна отыр. Танисың ғой оны? Бірге корпоративте болғанбыз. Ол бүкіл холдингтің ең үлкен өсекшісі. Сол қағаз оның үстеліне түссе болды, 5 минутта бүкіл офис мені приставтардан қашып жүргендей көреді. Мен олар үшін түрмеден шыққан адамдай, жауапсыз біреу сияқты боламын. Қалай адамдардың көзіне қараймын, расында да, Арай, деді енесі, еріннің құрғақ шетін майлықпен сүртіп жатып. Ұят қой. Арғын жақсы қызметте істейді, беделі бар. Ал сен өз балаларыңның әкесін мемлекеттік борышкерге айналдырып жатырсың. Біз сен туралы бұлай ойламап едік. Сенде әйелге тән асыл қасиет мүлде жоқ. Арай оларға қарап тұрып, ішінде бұрынғы жанашырлықтың орнына суық сабыр орнағанын сезді. Тіпті күліп жібергісі келді, олар балалар үшін келген жоқ. Олар Арғынның беделін сақтап қалу үшін келген. Арай даусын көтермеді. Бірақ жай ғана сөйлесе де, Арғын бірден тоқтап, орнына қайта отырды. Асылдық дейсіз бе, Марина? Асылдықпен коммуналдық төлемдерді төлей алмайсың. Ол көзін бұрынғы күйеуіне тікті. Арғын, ашық сөйлесейік. Сен көмектесемін дейсің. Қалай нақты, қалай? Қалыпты түрде, адамша ғой, деді Арғын қозғалақтап. Ақшаны тұрақты жіберіп тұрамын. Жалақы түскенде, немесе премия алғанда, түсінесің ғой, менің де шығындарым көбейеді қазір. Маған пәтер жалдау керек, көлікті жөндеу керек, оның несиесін төлеуім керек. Демалыс күндері балаларды алып шығу үшін де көлік керек қой, деді ол. Арғын бірден жігерленіп кетті. Өзінің сөздері әсер етті деп ойлады. Кейбір айларда аздау беріп қалармын. Егер премияны қысқартса, ажырасу үлкен стресс қой. Жүйкеде сыр беріп тұр. Дәрігердің өзі жағдайды ауыстыруды ұсынды. Мүмкін Түркияға барып 2 аптадай демалып келермін, басымды жинап, бірақ біз келісеміз ғой. Сен ақылды әйелсің. Кейбір айларда кешігіп қалсам, түсіністікпен қарайсың ғой, міне, дәл өзі. Түсіністікпен қарайсың деген сөз. Осы цирктің басты мақсаты да сол еді. Арай жымиды. Бірақ бұл бұрынғы кешірімді әйелдің жылы жымиысы емес еді. Жоқ, Арғын, түсіністікпен қарамаймын. Арғын тосылып қалды. Марина таңырқап, ой байлап жіберді.
Мен сенің көңіл күйіңе тәуелді болғым келмейді, деді Арай әр сөзін анық айтып, оның көзіне тіке қарап. Премияңды қысқартты ма, жоқ па, бәрібір. Жаңа өміріңдегі шығындарың көбейді ме, бәрібір. Жүйкеңді емдеу үшін Түркияға барғың келе ме, әлде жаңа телефон алғың келе ме, бәрібір. Бүгін төлегің келеді, төлейсің. Ертең жаңа махаббатың, депрессияң немесе орта жас дағдарысың басталады, ал біздің балалар соның бәрін күтіп отыруы керек пе? Әкесі қашан рахым етіп ақша жібереді деп. Мен рахым етіп беретін адам емеспін, мен әкемін. Деп ашуланды Арғын. Егер шынымен жауапты әке болсаң, онда қағаздан қорқатын ештеңең жоқ, деп қысқа қайырды Арай. Ресми алимент бұл сенің қасиетті міндетің. Бұл маған жасаған жомарттығың емес. Ол үстелге жақындап, екі қолымен тіреліп, бұрынғы күйеуіне еңкейе қарады. Сен Зинайдадан қорқасың ба? Онда тыңда, ертеңнен бастап ол менің ең жақын досым. Оған курортта демалып, перезагрузка жасаудың қажеті жоқ. Оған қысқы дөңгелек алуда, пәтер жалдауда керек емес. Ол жай ғана кабинетінде отырады, мониторға қарайды да, бір батырманы басады. Сенің жалақыңнан пайыз ұсталады. Ал менің балаларым тоқ болады. Арғын, ар-ұят деген тұрақсыз нәрсе, ал бухгалтерия, темірдей берік жүйе. Марина жүрегін ұстап қалды. Қаражат құмарсың, деп айқайлап жіберді ол. Сен оны тонағың келеді, балаларды сылтау етесің. Негізі саған тек ақша керек екенін бұрыннан білетінмін. Арай күліп жіберді. Шынайы ашық күлді, балаларға арналған ақшада. Ар-ұяттың да, Зинаида Вениаминовнаның да иісі жоқ. Марина, ұят нәрсе алиментке бермеу. Ұят нәрсе еркектің бірдеңе болар дегеніне сену. Балалардың болашағы туралы сөз болғанда, ұят нәрсе анаға келіп, оны заңды құқығынан бас тартуға көндіру. Ол тіктеліп, дәлізді нұсқады. Келгендеріңізге рахмет, сіздер менің барлық күмәнімді жойдыңыздар. Егер қазірдің өзінде біз әлі ажыраспай жатып ақша үшін осылай шырылдап отырсаңыздар, жарты жылдан кейін бір тиын сұраудың өзі қандай қиын боларын елестетіп тұрмын. Ертең таңғы 9:00-де мен сотта боламын. Чемодандар есік алдында. Қайырлы түн. Арғын үнсіз кетті. Ашудан ба, әлде дәрменсіздіктен бе жүзі қызарып кеткен. Марина есікті тарс жауып шықты. Арай есікті жауып, оған сүйеніп терең дем алды. Өкініш жоқ. Тек дұрыс шешім қабылдағанына деген анық сенім ғана бар еді. 8 ай өтті. Өмір бәрін математикалық теңдеу сияқты дәлдікпен өз орнына қойды. Арғын, Арай айтқандай, өз өмірінің қиын кезеңіне тап болды. Алдымен ол шынымен демалып келді, жүйкесін емдеп. Күнге күйіп жанында жаңа сүйіктісімен оралды. Ол қыз жарқын, бірақ көп күтімді талап ететін еді. Сосын жұмыста басшылық ауысты. Сыйақылардың бәріне қысқартылды. Ар намысы бар адамға да солай болды. Сосын ол несиеге ең соңғы үлгідегі смартфон алды. Қалай алмайды, беделді сақтау керек қой. Суық наурыз кештерінің бірінде Арайдың телефоны шырылдады. Экранда бұрынғы күйеуінің аты шықты. Арай, тыңдашы, бір жағдай болып тұр. Жұмыста қиындық. Жалақыны кешіктіріп жатыр. Тек негізгі окладты ғана берді, ал менде көліктің төлемі бар. Пәтердің ақысын төлеу керек. Оның үстіне ленка бар. Қысқасы, шығын шаш етектен. Ол сөзін шашыратып, сенімсіз сөйледі. Түсінесің ғой, қазір мүлде қыспақта қалдым. Ана приставтарың айтшы, не бухгалтерияға хабарласшы, осы айда алиментті ұстамай тұрсыншы, жай ғана адамша. Келесі айда қайтарамын. Арай диванда отыр еді. Көрші бөлмеде балалар сабақ оқып отырған. Ол мына аянышты үнді тыңдап отырып, 8 ай бұрынғы өзіне іштей алғыс айтып отырды. Сол кезде асылдық туралы ертегіге сенбей қалғанына. Арғын, деді ол мұздай сарказммен. Мен оларға қалай айтамын? Бұл менің жеке қалауым емес қой, бұл мемлекеттік жүйе. Приставтар, заң, бухгалтерия. Олар мені тыңдамайды, бірақ біз келісімге келе аламыз ғой. Біз бөтен адамдар емеспіз. Бар да мемлекетпен өзің келіс. Арғын, приставтарға айт, мен ар намысты адаммын, менде ленка бар, телефонға несие бар деп. Сенің жағдайыңа түсіністікпен қарап, атқару қағазына көз жасын төгіп жіберер, бәлкім. Неткен адамсың сен, Арай? Деп тістеніп ол тұтқаны қоя салды. Арай жымиды. Болсын. Бұрынғы күйеуіңнің көзінде жаман әйел болып көріну, тыныш өмірдің қалыпты бағасы, енді оған жалынудың
қайта-қайта қоңырау шалып еске салудың, бөтен шығындар мен жаңа романдар туралы әңгіме тыңдаудың қажет. Ол бұл қорлық процесті мемлекетке тапсырды. Ал мемлекет өз жұмысын мінсіз атқарып жатты. Ортақ таныстар кейде арғынның шағымдарын жеткізіп тұратын. Ол Крафт сырасын ішіп отырып, қазіргі әйелдердің ақша құмарлығы туралы айтып, бұрынғы әйелінің өзін түбіне дейін сыққанын, бүкіл офис алдында масқаралағанын айтып шағынатын. Өзі-ақ бәрін тиынына дейін берер едім, егер сотқа жүгірмегенде лепте қосатын. Таныстары басын изеп тыңдайды, сосын бәрін Арайға жеткізеді. Арай ештеңе дәлелдеп әуре болмайтын. Ақталмайтын арғынның ішіп отырған достары не ойлайды, оған бәрібір еді. Ол жай ғана телефонындағы банк қосымшасын ашты, экран жайнап тұр. Алимент ай сайын сағаттай дәл түсіп тұратын бөлек картада қомақты қаржылық қор жиналып қалған. Арай бірнеше батырманы басты. Үлкен ұлына жыл бойы армандаған жазғы тілдік лагерге жолдама төледі. Сосын қажетті соманы стоматология клиникасының шотына аударды. Кіші қызына брекет қою уақыты келген еді. Телефон сыңғыр етіп, төлемдердің сәтті өткенін хабарлады. Арай телефонды жайына қойып, диванға шалқая жатып, ризашылықпен жымиды.